Салем, достар! Сегодня мы поговорим о том, почему ошибки – это не враги, а друзья. Почему важно не бояться ошибаться и как каждая ошибка помогает нам расти. Сегодняшняя тема подкаста «Қателесу өсу нүктесі». Ошибка – точка роста. Бәріміз өмірде қателесеміз. Кейде біз дұрыс емес шешім қабылдаймыз. Кейде сөзімізбен немесе ісімізбен басқа адамды ренжітіп аламыз. Бірақ қателесу жаман емес. Қателесу өмірдің бір бөлігі. Мысалы, кішкентай бала жүре бастағанда не істейді? Ол құлайды. Сосын қайта тұрады. Тағы да құлайды. Бірақ соңында ол жақсы жүреді. Егер бала құлаудан қорықса, ол ешқашан жүріп үйренбейді. Сол сияқты біз де қателік арқылы үйренеміз. Кейде адамдар қателік жасаудан ұялады. Олар айтады, басқалар мені ақымақ деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде қателескен адам ізденіп жүрген адам. Ол жаңа нәрсе үйренгісі келеді. Мысалы, тілді үйренгенде біз көп қате жібереміз. Дұрыс айтпаймыз, сөздерді шатастырамыз. Бірақ сол қателер арқылы біз жақсы сөйлей бастаймыз. Егер қате жасамасақ, ешқашан даму болмайды. Сондықтан қателесуден қорықпа. Қателік сенің ұстазың. Әр қателік саған бір сабақ береді. Ең бастысы тоқтамау. Бір қателік сені тоқтатпасын. Қайта күш берсін. Өмір мектеп. Ал қателер біздің ең жақсы мұғалімдеріміз. Есіңде болсын. Қателесу бұл өсу. Сондықтан батыл бол, ізден, және ешқашан өзіңді қатең үшін жазалама. Сен үйреніп келе жатқан адамсың. Сондықтан сен өсіп келе жатқан адамсың.